Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін сіздермен екі түрлі булочканың рецептісімен бөлісемін. Бізге қажетті заттар: жылы сүт 250 мл, бір ас қасық ашытқы, 150 грамм қант, бір дана жұмыртқа, 2 ас қасық сұйық май, 100 грамм сары май, 530 грамм ұн және 1 шай қасық тұз. Ең алдымен ыдысқа жылы сүтті құямыз, үстінен ашытқыны саламыз, қантты саламыз, жұмыртқамызды саламыз және сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте ерітілген сары майды құямыз, тағы да араластырамыз. Ұнымызды және тұзымызды салып қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды бетін жауып 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Ендігі кезекте біз булочканың салмасын дайындап аламыз. Ең алдымен ыдысқа 60-70 грамм макты саламыз, үстінен ыстық 100 мл сүтті құйып 1 сағатқа бетін жауып қоямыз. Арадан 1 сағат уақыт өткеннен кейін біз мактың сүтін сүзіп аламыз және көпсіген мактың үстіне 2 ас қасық қант қосып араластырамыз. Ендігі кезекте біз қамырымызды алып 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін мен макпен жасадым, екінші бөлігін мен басқа салмамен жасадым. Ең алдымен біз қамырымызды әдемілеп жайып аламыз. Қалыңдығы 50-60 мм болғаны жөн. Қамырымызды жайып болғаннан кейін макты қамырға біркелкі етіп жайып шығамыз. Ендігі кезекте қамырымызды рулет етіп, айналдырып, орап шығамыз. Видеодағыдай жасау керек. Қамырымыздың артық 2 ұшын кесіп тастаймыз. Одан кейін қамырды бірдей бөліктерге бөліп, булочкамызды жасаймыз. Булочкамызды пештің ыдысына жайғастырамыз. Одан кейін екінші қамырға кірісеміз. Екінші қамырды тура жаңағыдай жайып аламыз.
жайған қамырымыздың бетіне сары май жағамыз және сары май жағып болғаннан кейін ғана салмасын саламыз. Салмасына мен қант, корица және күнжітті алдым. Қамырдың екінші бөлігінде тура жаңағыдай рулет қылып орап аламыз. Шеттерін кесіп тастаймыз. Қалған қамырды бірдей бөліктерге бөліп, противеньге жайғастырамыз. Противеньге жайғастырып болғаннан кейін жарты сағатқа бетін жауып қоямыз. Егер қаласаңыз, булочканың салмасын бір түрлі қылып жасасаңыз болады. Мен булочка әртүрлі болу үшін екі түрлі қылып жасадым. Енді біз жарты сағаттан кейін булочкамызды 180 градуста ысып тұрған пеште 40-45 минут пісіріп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай булочкаларымыз дайын болды. Дайын бөлкен нандарымызды мен қант ұнтағымен әрледім. Достар, осы рецептпен булочка жасап көруге кеңес етемін. Мен барлықтарыңыздан лайк, комментарий және подписка күтемін. Барлықтарыңызға рахмет. Сіздермен болған бақыт.